Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге жүгеріні жұмсақ әрі тез дайындалу жолымен бөлісемін. Ең алдымен жүгерінің сыртқы қабықтарын алып тастаймыз. Ал ішкі жақтағы қабықтарын алып қоямыз. Жүгеріні бөлмесеңіз де болады. Мен қажетінше көп бөлікке бөліп шықтым. Енді жақсылап жуып аламыз. Қайнап тұрған ыстық суға жүгеріні біртіндеп саламыз. Енді жүгерінің үстіне жапырақтарын қоямыз. Қақпағын жауып 20-25 минут шамасында пісіреміз. Мінекей біздің жүгеріміз пісті, өте жұмсақ болып шықты. Тағы да айта кететінім, суға біз тұз қоспаймыз. Енді жүгерімізді біртіндеп алып, бөлек ыдысқа саламыз. Енді үстіне тұз сепсеңіз болады. Қалауыңызша май жақса да болады. Байқасаңыздар, жүгеріміз өте тез дайындалды. Сіздерге рецепт ұнады деген сенімдемін. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Әлде көп рецепттермен бөлісемін.